Фариза Оңғарсынова. Жалқымен тобыр. Фариза Оңғарсынова. Одиночка и толпа. Жұрт неге маған жауқты деп өзің босқа кішірме. Талантты болу қауіпті талантсыздардың ішінде. Жан жетпеген мен жүрікке ызыңдар зулап соңында оқ. Сыйламастырдан сый күтпе. Кемеңгер жалқы тобыр көп. Бір өзі көкке өрлейме, кездеспей жолында орсыз жер. Тобыға мазақ ол кейде, өзімізбен бірдей болсын дер. Тумысы бөлек кемеңгер көсем болуға ұмтылмас. Қара бас қамын жегендер қарекет етуден бір тыңбас. Өтсе де өмірі алды жар, тылсымба маңы сорма арты. Халықтың данқын қалдырар түбінде әйтеуір сол жалқы. Не кори себя напрасно, что один в кругу друзей. Даровитым быть опасно среди сонма бездарей. Самый резвый в одеяниях не спасется от стрелы. От толпы не жди признаний, дар нелеп в глазах толпы. Восходящий на вершины не минует пропасти. Мерить всех одним аршином — свойство стадной глупости. Кто же гений от рождения не стремится стать вождем? Кто в рабах у вожделений, знай, толпою порожден. Он пройдет и яр, и кочки, жижу топкого болота. Одаренный одиночка станет гордостью народа. Орыс тіліне аударған Бекет Қарашын. Перевел на русский язык Бекет Қарашын.